Ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы жалпы Алтын Орда жайлы болады. Шыңғыс ханның ұрпақтары Алтын Орданы құрған ғой кезінде. Бату хан бар, Жошы хан бар. Жошы ханның мазары Жезқазған жақта Ұлытауда орналасқан. Жошының зираты бар Қазақстанның аумағында. Жошы хан болсын, Шыңғыс хан болсын, бәрі біздің қазақтың хандары. Оның бәрі қазір тарихта дәлелденіп жатыр. Бүгінгі әңгіме тарихи бір картина бар, сурет бар. Оның авторы жаңағы Василий Орлов-Петров деген орыстың суретшісі 1912 жылы салған картина. Картинаның аты «Присяга на княжение» деп аталады. Қазір экранға шығарам ол суретті. Көрсеңіздер, бұл суретте орыстың князі Василий Темный, не болмаса Соқыр Василий деп атайтын, Василий Слепой деп, 1425 жылы жаңағы княздыққа ант беріп, сол кездегі Алтын Орданың ханы, кейбір мәліметтерде жаңағы Барақ хан деп атайды. Барақ ханның аяғының ізін саз тақтайшаға өзінің аяғының ізін қалдырады. Сол аяғының ізін сүйіп, княздыққа ант береді жаңағы орыстың княздары Василий II. Кейбір мәліметтерде жаңағы ол Барақ хан емес, ұлық Мұхаммедтікі деп, Мұхаммедтің ізі деп жазып жатады, жаңағы Зардыхан Қинаятұлы деген тарихшылар. Бірақ 1425 жылы Барақ хан Алтын Орданы басқарған деген мәліметтер бар. Не де болса да біздің ата-бабамыздың аяғының ізін сүйіп, княздыққа ант берген орыстың княздары болған. Осының бәрі тарихта бар. Ол бойынша суретте, картинада салынған. Осындай қызықты тарихи мәліметтер бар. Сонымен сіздермен бөліскім келген. Жалпы Алтын Орданың территориясын алатын болсақ, қазіргі Қазақстан, Ресей, Ресейдің ішіндегі Кавказ, тіпті Украина, Молдованың аумақтары кезінде Алтын Орданың қарамағына кірген деген мәліметтер бар. Былай қарап отырсақ, Алтын Орда деген кәдімгідей бір империя. Біздің ата-бабамыз империя құрған. Соны біз ұмытпауымыз керекпіз. Осындай суреттер қазақтың рухын көтереді, осындай картиналар. Мына келесі суретті экранға шығарайын. Бұл осы «Присяга на княжениенің» княздыққа ант беру. Қазақтың суретшісі Қилыбаев Нұрланның салған суреті. Ресейдің Никонов, Федоров деген депутаттары Қазақстанның солтүстігі жайлы айтқан сөздеріне байланысты біздің осы қазақтың суретшісі Қилыбаев Нұрлан осы суретті салып, осындай керемет шедевр жасаған. Көріңіздер. Бүгінге осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.